Сәлем достар, мен сіздерге бүгінгі видеода трейдинг дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін боламын. Трейдинг бұл инвестицияның бір түрі. Қазір сіздерге ол қалай екенін жілік-жілікке бөліп түсіндіретін боламын. Инвестиция дегеніміз ақшаны өзіңе жұмыс жасата алу. Демек ақшаңыз сіз үшін жұмыс жасайды. Оның түрлері акция, крипто, валюта, бизнес және де жылжымайтын мүлік. Бізге танымалы ішіндегі біз бизнес арқылы, жылжымайтын мүлік арқылы ақшамызды қалай көбейтуге болатынын білеміз. Ал акция, крипто, валюта арқылы ше? Жұрттың бәрі трейдинг арқылы күнде $100 табыс табуға болады деп жүргеннің барлығы түбірі осы үшеуі, яғни акция, крипто, валюта. Демек, бірінші акцияны түсіндіріп кететін болсам, сіз $100 ақшаңыз болса, Apple компаниясының, Tesla компаниясының акцияларын сатып алу арқылы осы компанияның белгілі бір бөлігінің иегері бола аласыз. Және өздерінің шекті мөлшердегі акциясын сатып алу арқылы сіз дивиденд ала аласыз. Яғни сізге сыйақы төленіп отырады. Квартал сайын. Әр кварталда сізге дивиденд төленіп отырады. Немесе осы компаниялардың акциясын біраз уақыт ұстап, акцияның бағасы өскен кезінде сатып жіберу арқылы да сіз ақшаңызды көбейте аласыз. Ал крипто дегеніміз бұл монеталар, яғни биткоин, эфирум, BNB тағы басқа. Ал валюта дегеніміз ол өздеріңіз білетіндей теңге құнсызданып кетуі мүмкін. Сол үшін ай сайын белгілі бір мөлшерде теңгеңізді долларға айналдырып, немесе басқа елдердің валюталарына айналдырып көбейтсеңіз болады. Осы үшеуімен де инвестиция жасау арқылы да және трейд жасау арқылы да сіз қаржыңызды көбейте аласыз. Енді бізде сұрақ тууы мүмкін. Біз бұларды қайдан аламыз? Біз бұларды компаниялар, яғни Қазмұнайгаз компаниялары, қазақстандық компаниялардан, Каспий, немесе Apple, Tesla, Ford сияқты шетелдік компаниялар өздерінің акцияларын биржаға ұсынады. Биржа дегеніміз бұл бізде склад. Қазақстанның биржасы КАСЕ, және де шетелдік биржалар NASDAQ, NYSE тағы басқа. Осы биржалар арқылы біз брокермен жұмыс жасаймыз. Брокерлер биржадан бізге акцияларды немесе криптоларды алуға көмектеседі. Барлығының айтып жүрген бинома арқылы, немесе бинарный опцион арқылы, Binance арқылы, Forex арқылы, Freedom Finance, Ameritrade, Interactive Brokers арқылы үйретемін деп жүргендердің барлығы жалпақ тілмен айтқанда бұлар магазиндер. Яғни сіз қай магазинге регистрация жасап, қай магазин арқылы аласыз, өзіңіз білесіз. Мысалға Merkey, RFA өнімдерін алу үшін сіз сонда тіркеліп аласыз ғой, сол сияқты өзіңіз сенімді брокерді таңдап, сол жерге тіркелесіз. Егер де сіз акция аламын десеңіз, онда сіз брокерлік компанияны таңдап, брокерске шот ашасыз, және де қалаған акцияларыңызды сатып ала бересіз. Ал егер де крипто сатып алатын болсаңыз, сіз бинома немесе Binance приложениесін скачать етіп, сонда тіркеліп регистрация жасау арқылы ала бересіз. Крипто сатып алу үшін сізге брокерске шот ашудың қажеті жоқ. Брокерлік компаниялардың ішінен сенімдісін таңдау қажет. Және әрі қарай акциялармен қалай трейд жасаймыз, оны сіздерге алдыңғы видеоларда айтқан болатынмын. Егер де қазақ тілді арнасының дамуына үлестеріңізді қосқыңыз келсе, осы қаржылық сауаттылық трейдинг саласы бойынша қазақ тілді арналардың көбеюіне үлесіңізді қосқыңыз келсе, онда менің каналыма лайк басып, подписка жасап, комментарий жаза кетіңіз. Келесі сабақтарда сіздерге қалай дивиденд алу керек екенін айтатын боламын.